Алматы облысында Қазақстанның сакралды географиясы жобасы жүзеге асуда. Рухани жаңғыру бағдарламасында көрсетілген мақсат-міндеттерге сәйкес Жетісу өңіріндегі киелі жерлердің картасы әзірленген еді. Оған 100-ге жуық нысан енді. Облыстық туризм басқармасының бастамасымен қазір сол табиғатты әсем жерлерге ақпараттық турлар ұйымдастырылып жатыр. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде болып қайтқан тілшіміз Ардақ Айбарұлы толықтырады. Біз қазір теңіз деңгейінен 1630 метр биіктікте орналасқан Жасылкөлде тұрмыз. Шынын айту керек, бұл жерге жетудің өзі қиямет. 5 шақырым жаяу тауды қиялап өтіп әзер жеттік. Дегенмен биылдың өзінде мұнда 200-ге жуық турист демалыпты. Жасылкөл өткен ғасырдың орта тұсында жер сілкінісінен кейін пайда болған. Таудан құлаған тастар өзеннің арнасын жауып балып, бұл жер осындай әсем көлге айналыпты. Оның көлемі 50 гектар, тереңдігі 100 метрге жуық. Суы мұздай болғандықтан мұнда ешқандай балық түрі тіршілік етпейді. Бұл енді Құдайдың берген осындай табиғат тамаша жері, бірақ ешқандай бұны дамыту ештеңе керек емес. Өздеріңіз көрдіңіздер, мына кішкене жолы ауырдау, табиғатта сай осылай тұрған дұрыс деп ойлаймын енді. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде 2010 жылы небәрі 40 шақты турист болса, биыл мұнда 500-ге жуық адам келіп кеткен. Әдетте саяхатшылар қатары тамыздың ортасы ауа көбейеді. Олар үшін барлық жағдай жасалған. Жататын орны, ішетін тамағы, тауға шығатын техника мен аттарға дейін әзір тұр дейді мамандар. Я приехал из Кыргызстана. Өзім көршілес Қырғыз еліндегі туристік компаниялардың бірін басқарамын. Жоңғар Алатауына бірінші рет келіп тұрмын. Табиғаты өте әсем, маған қатты ұнады. Болашақта туризмнің меккесіне айналдыруға болатын жер екен. Негізі осы Жасылкөлді көптеген жылдар бойы естіген едім. Бірінші рет өзім енді келіп тамашалап көріп кетіп бара жатырмын, бірақ ендігі алдымызда мақсаттарымыз, жоспарымыз осы жерге көптеген адамдарды, шетелден келген адамдарды алып келуге ниет етіп отырмыз. Облыстық туризм басқармасының бастамасымен биылдың өзінде өңірдегі бірнеше мемлекеттік ұлттық табиғи паркке ақпараттық тур ұйымдастырылды. 10 шақты жыл бұрын Көлсай көлдері мен Шарын шатқалының жағдайы тап осы Жасылкөлдегі еді. Тақтайдай тегіс жол салынуының арқасында қазір ол жерлерде күніне мыңдаған адам демалуда. Инфрақұрылымын жақсартса, Жасылкөлдің де сондай туристік нысанға айналары сөзсіз. Ардақ Айбарұлы, Хабар 24, Алматы облысынан.